Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қуырылған бауырдың жасалу жолымен бөлісемін. Бауырларымыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Бұл тағам өте пайдалы, гемоглобинді де көтереді, әрі жылдам дайын болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен бауырларымызды алып, жақсылап жуып аламыз. Мен жылқының бауырын пайдаландым. Бауырларымызды видеода көргендеріңіздегідей осылай майда қылып турап аламыз. Осылай майда қылып бір келкі қылып барлығын турап аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларымды бірінші болып көре алатын боласыздар. Осылай бауырларымыздың барлығын турап дайындап алдық. Турап алған бауырларымызды бөлек қойып, енді пияздарымызды алып, пияздарымызды да майда қылып турап аламыз. Осылай пияздарымыздың барлығын бір келкі қылып турап дайындап алдық. Енді сковородкамызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құйып, майымыз сәл қызғанда турап алған бауырларымызды салып қуырып аламыз. Отымыздың асты қатты болып тұр. Осылай араластыра отыра бауырымызды жақсылап қуырып аламыз. Осылай қуырып алдым. Бауырымыздың түсі қоңыр түске ене бастады. Енді турап алған пиязымызды қосамыз. Пиязымызды қосқасында жақсылап араластырамыз. Бауырымыз бен пиязымызды біріктіріп, жақсылап қуырамыз. Осылай араластыра отырып, жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Тұзымызды қосқасында жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып қуырып алдық. Енді отымыздың астын жай қойып, бетін жауып, 5 минутқа бұқтырып қойып қоямыз. 5 минуттан кейін аштым қақпағын. Осылай әдемі болып қуырылып, пісіп шықты. Осымен бауырымыз дайын. Тарелкамызға салып, үстіне пиязымызды қосып, дастарханға ұсынсаңыздар әдемі де көрінеді, әрі пияз қосып жесеңіздер дәмі де керемет болады. Осылай пияз қосып ұсындым дастарханға. Осымен керемет те қуырылған бауырымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасаңыздар, өте пайдалы. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.